Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 94-ші сабақ еселік салыстыруға берілген есептер. Сен еселік салыстыруға берілген есептерді шығаруды, кері есептер құрастыруды және оларды шығаруды үйренесің. Бірінші есеп: сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Үшбұрыштар нешеу, шаршылар нешеу, үшбұрыштар екеу, шаршылар алтау. Шаршылар үшбұрыштарға қарағанда неше есе артық, үшбұрыштар шаршыларға қарағанда неше есе кем. 6 санында 2-2-ден неше рет бар екенін білу үшін 6-ны 2-ге бөлу керек. 6-ны 2-ге бөлеміз, тең 3 болады. Бұл теңдік шаршылардың үшбұрыштарға қарағанда 3 есе артық екенін білдіреді. Немесе керісінше үшбұрыштардың шаршыларға қарағанда 3 есе кем екенін білдіреді. Екінші есеп: есепті шығар. Қолөнер бұйымдары көрмесінде 8 жүкаяқ және 16 сандық болды. Көрмеге қойылған сандықтар жүкаяқтарға қарағанда неше есе артық? Үлкен санды кіші санға бөлеміз. 16-ны 8-ге бөлеміз, тең 2. 2 есе артық. Бір санының екінші саннан неше есе артық немесе кем екенін білу үшін үлкен санды кіші санға бөлу қажет. А. 45 санын 9-дан неше есе артық? 45 9-ға бөлеміз, тең 5. 5 есе артық. Ә есебі: 7 санын 28-ден неше есе кем? 28-ді бөлеміз 7-ге, тең 4. 4 есе кем. Төртінші есеп: есепті шығар. Дүкенде 15 тостаған және одан 3 есе кем табақ сатылды. Дүкенде неше табақ сатылды? Тостаған саны 15, табақ саны белгісіз, 3 есе кем дейді. Яғни 15-ті бөлеміз 3-ге, тең 5 шығады. Жауабы: 5 табақ сатылды. Бесінші есеп: кесіндінің ұзындығын өлше. Ұзындығын осы кесіндінің ұзындығынан 8 есе кем кесінді сыз дейді. Кесіндінің ұзындығы 8 см. 8 см бөлеміз 2-ге, тең 4 см. Дәл осылай 4 см қылып сызып аласыздар. Алтыншы есеп: кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. Азайғыш 54 азайту 29, азайтқыш x, айырманың мәні 17. 54-тен 29-ға азайтамыз, 25 азайту x тең 17. X тең 25-тен 17-ні азайтамыз, x тең 8-ге болады. Енді тексереміз. Жақша ішіне x орнына 8 қойып аламыз. 54 азайту 29 азайту 8 тең 17. 54-тен 29 азайтамыз. Одан шыққан санға 8 азайтамыз. 17 тең 17-ге. Азайғыш x, азайтқыш 91 азайту 37, айырманың мәні 19. Минус 91-ден 37-ні азайтамыз, 54 тең 19-ға. X тең 54-тен 19-ға азайтамыз, x тең 35-ге. Енді тексеріп аламыз. X орнына 35-ті қоямыз. 35 азайту жақша ішінде 91 азайту 37 тең 19. 91-ден 37-ні азайтамыз, 54. 54-тен 35 азайтсақ 19. 19 тең 19-ға. Жетінші есеп: мысалдарды шығар. Жақша ішінде 39 қосу 23 азайту 59 тең. 39-ға қосамыз 23-ті 62 болады. 62-ден 59 азайтамыз, тең 3. 27 бөлінген 3 көбейту 4. 27-ні 3-ке бөлеміз, 9 болады. 9-ды 4-ке көбейтеміз, тең 36. 50-ді көбейтеміз 2-ге, азайту 99 тең. 50-ді 2-ге көбейтсек 100, 100-ден 99-ды азайтамыз, тең 1 болады. 8-ші есеп: есепті шығар. Дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды? Үлкен санды кіші санға бөлеміз. 18 6-ға бөлеміз, тең 3. Табақ 3 есе артық сатылды. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.